1995 жыл. Ғалымдар өзге ғаламдықтың мәйітін тауып, денесін кесіп зерттеген видео көпшілікке тарап кетті. Енді осы бейне арқылы біз шынымен де бөтен тіршілік иелерінің бар жоғы туралы мәселесін нақты шештік. Жоқ әлде барлығы біз ойлағандай оңай емес пе? Он 18.000 ғаламтор. 1947 жыл, 4 шілде. ақш-тың тәуелсіздік күні. Нью-Мексико штатында Розуэлл шағын қаласында тұратын Уильям Брейзил есімді фермер түн жарымда даладан қатты шыққан жарылыстың дыбысын естіп қалады. Ол жарыстың соңы үлкен жарыққа алып келіп, сәулелері фермердің терезелеріне түсті. Бірақ Уильям бұл жағдайға мән бермеді. Себебі ол күн күркіреп аспанда найзағай соққан еді. Таңертең фермер өз қойларын іздеуге шықты. Бірақ олар орнында жоқ болды. Мүмкін олар найзағайдан сескеніп қашып кеткен болар. Ал жайылымнан 7 миль қашықтықтағы бос жерде түсініксіз заттардың сынықтары шашылып жатты. Уильям мұны белгісіз ұшатын құрылғының қалдықтары деп болжады. Бұл метеозонд емес екені анық. Өйткені кейде жергілікті сынақ полигондарынан фермаға метеозондтар жиі ұшып құлайтын. Сондықтан фермер оларды жақсы біледі. Ал табылған қалдықтар мүлдем басқаша еді. Олардың арасында Уильям өте жеңіл материалдардан жасалған бөлшектерді тауып алды. Оның айтуынша, олар не жанып, не болмаса басқа әсерге ұшырамаған. Табылған материалдардың тек сырты ғана фольгаға ұқсайды. Бірақ оны жырту еш мүмкін емес, және ол тез өз қалпына қайта келетін қасиеті бар. Кейбір бөлшектерде белгісіз иероглифтер жазылған. Көп ойланбай Уильям бұл бөлшектерді жергілікті шериф бөлімшесіне алып барды. Ал шериф дереу әскерилерге хабарласып, қалдықтарды соларға жеткізді. Осы уақыт аралығында фермер жергілікті радиостанцияда осы жағдай туралы сұхбат беріп үлгерді. Оның ойынша бұл қалдықтар өзге планетадан ұшып құлаған белгісіз нысан. Оқиға орын алған жерге әскери полковник Уильям Бланшар келіп, болған жағдай туралы сұхбат беріп және мұны жергілікті газеттерге шығаруына бұйрық берді. Газеттегі мақалада былай деп жазылған еді. Нью-Мексико штатындағы Розуэлл әскери әуе базасы. 1947 жыл, 8 шілде. Таңғы уақыт. Ел арасындағы түрлі ұшатын табақтар туралы қауесеттер расталды. Жергілікті фермер мен шерифтің қатысуымен әскерилер сол белгісіз нысандардың бірі апатқа ұшырап, құлаған жердегі қалдықтары қолымызға түсті. Шериф ол қалдықтарды Джесси Марсел есімді әскери майорға тапсырды. Содан материалдар Розуэлл авиабазасына әкелінді. Онда ол қалдықтар сырттай жалпы зерттеліп, сосын штабқа жеткізілді. Дәл осы 1947 жылдары ұшатын табақтар терміні алғаш рет пайда болды. Осы жағдайдан соң бүкіл америкалық газеттер бұл жаңалықты жариялады. Газеттердің бірінші беттерінде өзге өркениеттің ұшатын кемесі табылды деген сенсациялық тақырыптар жазылып шыға бастады. Бірақ көп ұзамай әскери полковник Уильям Бланшар осы оқиғаға қатысты алдыңғы берген сұхбаттарынан бас тартты. 9 шілдеде Розуэлл Daily Record газеті де осыдан бір күн шығарған мақаласын жоққа шығарды. Полковник Бланшардың екінші рет берген түсініктемесі сенімді шыққандай көрінді. Оның айтуынша, Розуэлл маңында белгісіз нысан емес, метеозонд апатқа ұшыраған. Содан кейін бөтен кеме апаты туралы әңгімелер ұзақ уақытқа тынышталып қалды. Фермер Уильям Брейзил де әскерилермен сөйлескеннен кейін ақпарат беруден бас тартты. Бұл екінші сұхбат көпшілікке өте күмәнді көрінді. Өйткені бұл оқиғаның басында алғашқы мәлімдемені әскерилер берген еді. Олар сонда сол қалдықтарды көріп зерттегенде өзге ғаламдықтарының ұшатын табағынан өздерінің метеозондтарын ажырата алмады ма? Алайда бұл нұсқаға сенгендер де болды. Бір жағынан мұны да түсінуге болады. Себебі бұл оқиға біздің уақытта емес 1940 жылдары болған. Ол кезде адамдар да заманда мүлдем басқа еді. Егер теледидардан бұл ұшатын табақ емес, жай ғана метеозонд деп айтылса, онда көбісі оған мән бермей келесі арнаға ауысып басқа бағдарламаны көріп отырған. Әскерилер басшылығы өздерінің берген екінші сұхбатының дәлелі ретінде сол қалдықтарды журналистерге көрсетті.
Оларға тіпті қалдықтарды жақыннан қарап, фотоға түсіріп, қолдарына алып ұстап көруге рұқсат берілді. Және ол жерде таңқаларлық ештеңе болған жоқ. Бәріне мәлім материалдардан жасалған қарапайым бөлшектер жатқан еді. Бірақ тәжірибелі журналистер әскерилерге сенбеді. Бұл бөлшектерді орнымен ауыстырып, бізге басқасын көрсеткен болар деп күдіктенді. Журналистер бұл материалдар алғаш рет газетке шығуына жауапты болған полковник Бланшармен кездесіп сұхбат алғысы келді. Бірақ өкінішке орай олар полковникпен кездесе алмады. Авиабаза аумағына кіріп келгенде әскерилер полковник демалысқа кетті деп журналистерді қайтарып жіберді. Осыдан біраз жылдар өте аяқ асты бір жағдай болмағанда, бұл оқиға осылайша жұмбақ күйде қалар еді. 1970 жылы Розуэлл авиабаза майоры Джесси Марселдің интервью шықты. Дәл осы әскериге кезінде шериф апатқа ұшыраған белгісіз нысанның қалдықтарын алып келген болатын. Оның берген сұхбаты көпшілікті таңқалдырған сенсацияға айналды. Майор Марселдің айтуынша, Розуэлл оқиғасының ресми нұсқасы жалған. Ұшақ сынықтарының барлық суреттері де жасанды. Майор Марселдің айтқандары фермер Уильям Брейзелдің мәлімдемесіне дәлме-дәл ұқсас. Майыспайтын фольга, белгісіз символдар, жер бетінде кездеспейтін жеңіл әрі мықты материалдар. Марсел қаншама метеозондтардың құлағандарын көрген. Бірақ бұл жолы фермаға құлаған қалдықтар оған мүлдем ұқсамады. Осы уақытқа дейін ол неге шындықты айтпады деген сұрақ туындауы мүмкін. Жауабы өте қарапайым. Әскери лауазымда болғандықтан көп нәрсені айта алмаған. Джесси Марселдің сұхбатынан кейін бұл оқиға қайтадан кеңінен тарап, ең көп талқыланатын әңгіменің біріне айналды. Көптеген жергілікті тұрғындар біз белгісіз нысанды өз көзімізбен көрдік деп қауесеттер тарата бастады. Ақыры ақиқат пен жалғанды ажырату өте қиын мәселеге айналып, кімнің шындықты, кімнің өтірік айтып жатқаны түсініксіз болып кетті. Уақыт өте Розуэлл ұшатын тамақтары мен өзге ғаламшарлықтарға қызығатын адамдардың орталығына айналды. Мұнда әлемнің түкпір-түкпірінен туристер келе бастады. Тіпті Розуэлл экономикасының басым бөлігі шеттен келген адамдардың арқасында көркейді. Сонау 1940 жылдарда болған жағдайға деген қызығушылық әлі де артып баруда. Розуэлл оқиғасына ұқсас жағдай Невада штатындағы 51-ші зона аймағында да болған деседі. Белгісіз ұшатын нысан апатқа ұшырап, оны 51-ші аймақта зерттеген. 51-ші зона туралы толығырақ видеоның астындағы сипаттамада, немесе экранның оң жағындағы сілтемеде көре аласыздар. Бұл жағдайға қатысты тағы да бір маңызды мәлімдеме бар. 2005 жылы 5 желтоқсанда 84 жасында Уолтер Хаут есімді кісі қайтыс болды. 1947 жылы лейтенант Хаут Розуэлл авиабазасында қоғаммен байланыс жөніндегі жауапты қызметкер еді. Полковник Уильям Бланшардың тапсырмасымен беймәлім ұшатын нысанның сынықтары табылғаны туралы ресми мәлімдеменің мәтінін жазғанда осы кісі. 2002 жылы лейтенант Уолтер Хаут Розуэлл оқиғасына қатысты айтылмаған мәлімдемені жазып қойған болатын. Және бұл ақпарат тек ол қайтыс болғаннан соң жарық көрді. Ол жазбада былай деп айтылған еді. Мен базадан кетпес бұрын полковник Бланшар мені шақырып, нөмір 84-ші ғимаратта орналасқан P3 ангарына жеке алып келді. Ол ангарға бара жатқаннан оның сырты мен іші аса қатты күзетілгенін байқадым. Оның ішіне кіргенде маған қазір ғана Розуэлл аймағынан алып келген белгісіз нысанға қауіпсіз арақашықтықта қарауға рұқсат берді. Нысанның көлемі шағын екен. Ені шамамен 3,5-4,5 метр, ал биіктігі 1,5-1,8 метр. Жалпы формасы сопақтау болды. Ангарда жарық нашар болғандықтан оны 100% анық көре алмадым. Бірақ қателеспесем, сырты металдан жасалғандай көрінді. Ол нысанның сыртында әдетте бізге үйреншікті терезе, иллюминатор, қанат немесе қонуға арналған жабдықтар мүлдем болмады. Оған қоса брезентпен жабылған бірнеше мәйіттерді көрдім. Олардың тек бастары ғана шығып тұрды, ал түрлерін байқай алмадым. Бастары кәдімгі адаммен салыстырғанда өте үлкен болды, ал денелері брезенттің үстінен қарағанда шамамен 10 жасар балаға ұқсайды. Бірақ неге лейтенант Уолтер Хауттың айтқандары қалдықтарды тауып алған фермер Брейзел мен әскери майор Джесси Марселдің куәліктеріне мүлдем ұқсамайды? Бұл сұраққа Уолтердің өзі алдын ала жауабын жазып кеткен екен. Оның айтуынша апат болған жерлер біреу емес, бірнешеу болып шықты. Олардың бірінде белгісіз нысанның қалдықтары шашылған. Дәл осыларды фермер Брейзел тауып алды. Ал кеменің өзі және экипажы басқа жерге құлаған. Екеуінің арасы қатты алыс емес. Құлаған белгісіз кемені әскерилер тауып алды, және оған ешқандай қарапайым азаматтардың қолы жетпеді.
Бір қызығы, лейтенант Уолтер өмірінің соңына дейін берген сұхбаттарында бұл туралы ешқашан айтпаған болатын. Көпшілік бұл жазбаға әртүрлі көзқараспен қарады. Кейбіреулері Уолтердің мәлімдемесіне сену қиын. Ол мұның бәрін 80-нен асқанда жазып отыр. Мүмкін бұл кісі әлде қашан алжып, есінен адасып, көп нәрсені ойдан құрастырған болар деген еді. Уолтер Хаутқа сенбеудің тағы бір себебі ол оның Джулия Шустер атты қызы. Джулия 2005 жылы Розуэлл қаласындағы өзге ғаламдықтар мен белгісіз нысандардың мұражайын басқарған болатын. Бұл мұражайға көптеген туристер келгенін ескерсек, әкесінің жазғандары тиімді бизнеске айналуы әбден мүмкін. Ақпан айының басында 1994 жылы конгрессмен Стив Шифтің және ақш Конгресс бас бақылау басқармасының сұранысы бойынша Розуэлл оқиғасына қатысты тергеу жұмыстары қайта басталды. Зерттеу кезінде жерге бөтен тіршілік иелерінің келгенін растайтын ешқандай деректер табылмады. Ешбір құпия қағаздарда қандай да бір күдікті жағдайлардың іздері де жоқ. Алайда бұл бұрын мұндай құжаттардың болмағанын растамайды. Сонымен қатар 1994 жылғы есептің өзі де жай ғана жалған болып шығуы ықтимал. Ал ең қызығы, ол құпиясы ашылған жасырын құжаттар мен деректер. Ол деректе 1940 жылдары басталған Могул атты проект туралы айтылған. Оның негізгі бөлігі метеозондтар мен дыбыс толқындарын анықтайтын құрылғыдан құрылған конструкция еді. Розуэлл оқиғасына қатысты әскерилердің берген есебі бойынша, кейбір куәгерлер дәл осы конструкцияны ұшатын табақтың қалдықтарымен шатастырған болуы керек. Бір қарағанда бұл оқиғаның нақты нүктесі қойылып, барлық сұрақтардың жауабы мен түсініктемесі табылған сияқты. Бірақ сонда да сол күні Розуэллде орын алған жағдай көптеген сұрақтар мен күмәндар тудырады. Неге әскерилер оқиғаның басында метеозонд қалдықтарын белгісіз нысанмен шатастырып алды? Не үшін олар басында белгісіз нысанның жерге құлағанын растап, кейіннен ол сұхбаттарынан бас тартты? Не себепті бұл қалдықтар куәгерлер арасында түрлі қарама-қайшы ойлар тудырды? Неліктен кеше ғана сұхбат берген куәгер фермер Уильям Брейзел кейіннен аяқ асты айнып қалды? Неге өкімет 1994 жылы бұл оқиғаға қатысты қайта тергеу бастады? Егер Могул жобасы тек метеозондтардың жиынтығы болса, онда бұл жағдайдың артында мұншама жұмбақ қалмас еді ғой. Сонымен қатар көптеген уфологтардың бөтен ғаламшарлықтардың кемесі құлағандығы туралы пікірі де сенім тудырмайды. Басты себебі олардың дұрыстығын дәлелдейтін ешқандай елеулі айғақтардың жоқтығы. Ал бірнеше куәгердің сөзіне 100% сенуге бола ма? Бір жағынан бұл оқиғаны жай ғана бір қалжың пранк деп айтуға да келмейді. Өйткені оның салдарынан тым көп даулар туындады. Ал мәселеге деген шынайы қызығушылық ондаған жылдардан кейін ғана оянды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде... Өзге ғаламдықтың мәйітін ашу. 1995 жылы өзге ғаламдықтың мәйітін ашу видеосы жарық көрді. Видеода өзге ғаламдық ота жасау палатасында жатыр. Айналасында арнайы киім киген ғалымдар оның денесін ашып зерттеуде. Бұл видеоны лондондық киножурналист Райам Сантили түсіріп көпшілікке көрсеткен болатын. Ролик уақыты 17 минут, және ол үлкен әлемдік рейтингке ие болды. Миллиондаған адамдар өзге ғаламшарлықтардың бар екеніне сене бастады. Алайда бұл бейнеге күмәнмен қараған көрермендер де болды.
Бірақ 2006 жылы Райам Сантили бұл видеоның жасанды екенін және мұның бәрін Лондондағы пәтерде түсірілгенін өзі мойындады. Ал өзге ғаламдық латекстен жасалған қуыршақ. Ішіндегі ағзаларын шынайы көрсету үшін тауық және сиырдың еттерін қолданған. Ал енді шынымен де, сіз қалай ойлайсыз? Бұл оқиғаның бәрі жай ғана жасанды қойылым ба? Әлде шынымен де сол күні фермер өзге ғаламдық кеменің жерге құлағанын көрді ме?